Баршаңызға сәлем. Сіздермен Жансая. Бүгін сіздермен қаттама нанды жасап көретін боламыз. Өте дәмді. Жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ең әуелі біз ысы суымызға бір жарты қасық тұз және бір қасық сұйық май құйып аламыз. Оны жақсылап араластырып алып, ұнымызға құйып қамыр илейтін боламыз. Суымыз ыстық болғандықтан бірінші осылай лопатканың көмегімен, содан кейін қолдың көмегімен жақсылап 6-7 минут қамырымызды илеп аламыз. Осылай жақсылап илеп алған қамырымызды салафанға салып, бөлме температурасында 10-15 минут қоямыз. Дайын болған қамырымызды осылай 5-6 бөлікке бөліп аламыз. Өзіңіздің табағыңыздың диаметріне қарай 6 бөлікке немесе 5 бөлікке бөлуіңізге болады. Бөліп алған қамырымызды осылай еттің нанын жайғандай қылып, жіп-жұқа қылып илеп аламыз. Осылай жып-жұқа болып жайылған нанымыздың үстіне ерітілген майымызды жағып аламыз. Майды жаққанда өте қатты шетіне дейін жақпаңыздар, орталарынан видеодағыдай қылып жағасыздар. Салмасына осылай жуаны ұсақтап турап аламыз. Ендігі жуамызды осылай нанның ортасына 5-6 қасық шамамен салып аламыз, жайып саламыз. Жуамызды салып алғаннан кейін видеодағыдай қылып нанымызды орайтын боламыз, рулет қылып ораймыз. Маған камера ұстап тұрғасын бір қолмен орау ыңғайсыз болып тұр. Сіздер екі қолмен әдемілеп орасаңыздар болады. Рулет қылып орап алған нанымызды енді улитка қылып орайтын боламыз. Осылай қылып дайындап алған нандарымызды шетінен жарты сағатқа морозильникке салып қоямыз. Морозильниктен алған нанымызды енді осылай қылып жай ғана қолымызбен басып, одан кейін оқтаумен үстінен басып, қатты жұқа да қалың да қылмай, орташа қылып жай жазып аламыз. Нанымызды осылай қылып жазып алдық. Енді табамызға кішкене ғана май жағып, оның үстіне нанымызды салып, қақпағын жауып пісіретін боламыз. Бірінші жағын осылай қылып пісіріп алғаннан кейін екінші жағын аударып пісіреміз. Әр нанымызды пісіргенде майлап тұрған жөн, әйтпесе құрғақ болып қалады. Осымен нанымыз дайын. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Ас болсын.